Арба құрметті телекөрермендер, эфирде Сара сөз бағдарламасы. Бүгінгі студиямыздың қонағы Әділет Азбаев, қобызшы, дирижер. Әділет, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Әділет, жалпы қазақта музыкалық аспаптар енді өте көп қой, түрлер өте көп. Соның ішінде неге осы нағыз қазақтың рухани бай қобызын таңдадыңыз? Енді шыны керек, қобыз өте көне аспап, ол бәрімізге белгілі, бірақ бала кезде біз оны қайдан білеміз. Кішкентай кезімде Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған мектепке келіп оқуға түскен кезімде маған бірнеше аспаптарды таңдау жасады. Мен адамның табиғатына сай, физикалық саусақтардың ұзындығы дейді, есту қабілетіне қарай әр қай аспапқа икемі келеді екен деген іріктеуден сонда маған бірнеше аспап ұсынған болатын. Соның бірі осы қобыз аспабы. Сонда қобызды ойнап көрсеткенде маған сиқырлы дыбысы бірден жүрегіме, құлағыма жағды да, енді осыған таңдауды осы қобызда тоқтаттым. Және өмір бойы осы ойнап келе жатырмын, және таңдауыма өкінбеймін. Қобыздың сарыны негізі зарлы болып келеді. Бұл немен байланысты деп ойлайсыз? Енді біріншіден оның өзінің шығу тарихымен тікелей байланысты шығар. Бәріне белгілі Қорқыт атамыз соны 8-9 ғасырда өмір сүрген адам. Сол шығу тарихының өзі жер бетінде өлмес жер іздеп таппағаннан, өкінгеннен, ашынғаннан шыққан дүние ғой. Енді айта берсе тарихы әрине аңызы өте ұзақ. Бірақ жалпы содан бастап алып, кейіннен сан ғасырлар бойы қазақ халқының басынан кешкен неше түрлі қайғылы замандар, қайғылы жылдарды осы қобыз арқылы сипаттап, жылатып, адамның даусына ұқсайтын, өзі зарлы, өзіңіз дұрыс айтып отырсыз, сол зарлы дауысы адамның сол қайғы қасіретін мұңдайтын аспап. Сол себепті болар, енді бәрімізге де сондай болып ассоциация дейді ғой, сондай болып елестейді көзі. Қобызды елестетсе адамдар бір зар елестейді, бір қайғы елестейді. Және де бекер емес, себебі ішіндегі обертонмен шығатын дыбыстары өздері адамның бір жылаған дыбысына ұқсайтын дыбыстар өте көп береді. Ол адамның бойына қайғы, мұңды жақсы жеткізе білетін аспап. Осы қасиетті аспаптың қазақ руханиятындағы орны қандай? Енді жалпы қазақ халқы емес, бұл кезде 8-9 ғасырда Оғыз тайпа дейді, қазір түркі тілдес халықтардың барлығының тарихында, барлығының руханиятында алардың орны өте зор. Қорқыт атамызды көп түркі тілдес халықтар өзінің атамыз деп біледі, және қобыз аспабынан бүкіл ысқышты аспаптар тараған деген ғылыми тұжырымдар бар. Ол да орын сөзінің жаны бар, ол сөздің. Енді бұл аспаптан тараған осы ысқышты аспаптар өте көп дедім ғой. Әрқайсының өзінің жеке тарихы бар, әрқайсының қазіргі уақытқа түрлер өзгеріп, қырғыз халқында болсын, түрік халқында болсын, мынау көптеген халықтарда осы аспап сақталған. Бірақ біздердің географиялық тұрғыдан алған кезде біздің сыр бойындағы орналасқандықтан, енді біздер толыққанды ол Қорқыт атамыз біздікі, және қобыз біздің аспап деп көп жағдайда айта жатамыз. Енді біздің қазақ халқы үшін бұл өте киелі аспап, өте орны бөлек аспап. Себебі бұл аспаппен өте көп тарихи жайттар байланыстырады, және де қазіргі уақытта соны сақтай білген біздің ғалым ағаларымыз, аталарымыз бізге жеткізе білген, соларға біз көп рахметімізді айтамыз. Бұл аспаптың біздің қазіргі уақытта алар орны өте зор. Біздердің орындаушылар, жас орындаушылар осы аспапты насихаттау жолында жүрген өнерпаздар үшін әлде де жұмыс өте көп. Себебі жастар арасында, жалпы қазақ халқының арасында бұл аспапты толыққанды білмей, таныс емес болып жүрген адамдарды өте көп. Сол себепті біздер кең ауқымды оны насихаттауымыз қажет деп ойлаймын. Тек қана енді өзіміздің кішігірім кәсіби айналысып жүрген адамдар арасында ғана емес, жалпы бүкіл халыққа жалпылай насихаттауымыз қажет деп есептеймін. Жалпы шығармашылық ортада енді сіз қазір өте танымалсыз. Осы күрделі аспапты меңгеруде десе де болады. Осыған неше жасынан бастадыңыз меңгеріп?
Енді 9 жасымнан бастап жалпы мен музыкаға келдім. Ол айнаяқ өткен Ахмет Жұмалық мектебінде Жұмабеков Әбдіманап деген ұлы ұстаз ағайымыз, көптеген мықты Қазақстанның қобызшыларын тәрбиелеген ұстазымыз. Ол кісі Алматыда қазір. Бала кезінен жалпы өзім музыкаға жақын болдым. Өзі домбыра тартып, ән айтқаным бар. Енді әке-шешем соны бойымдағы бар қасиетті байқаған болу керек. Сол музыкалық мектепке апарды. Енді түскеннен кейін барып әрине үлгі тұтқан қобызшылар өте көп болды. Оның ішінде мынау Раушан Оразбаева, және де Әлқуат Қазақбаев сияқты көптеген, Жанар Жүсіпова сияқты көптеген қобызшы аға әпкелеріміз бар. Сол кісілерден үлгі алдық. 9 жасынан дедіңіз. 9 жасымнан. Қазір 34-ке келдім. Қанша? 23 жыл болып қалды ма? 23 жыл болып қалды қобыз ойнап келдім. Керемет. Енді қазіргі қобызды жай ғана тартып емес, жаңағы заманауи әндерге трансформация жасап жатсыз. Енді оған келеміз. Қазір баяғы заманда негізі қобызды бақсылар тартатынды. Соған сол себепті халқымыздың арасында қобызды киелі деп санайды, және тылсым күші бар деп есептейді халқымыз. Сондықтан осы қобыздың киелігін немесе тылсым күшті сезіне білдіңіз бе? Енді шын керек, шынымен қобыз аспабы, киелі аспап дедік. Бақсылар неше түрлі қобыз арқылы болашақты болжаған, адамдарды емдеген, жындарды шақырған дейді. Енді қазіргі уақытта мен естуім бойынша ондай бақсылар енді ауылдарда бар шығар, енді бірақ былай күнделікті көп қобызды қолданып, бақсылықпен айналысып жүрген адамдарды мен шынын айтсам білмейді екенмін. Және өзімде де ондай қасиет жоқ. Дей тұрғанмен киелілігін байқамайтын қобызшы жоқ шығар. Себебі шынымен де адамдарға қалай әсер ететінін, дыбысының әсер ететіндігін байқайсың. Бірде болмаса бірде мен бала кезімдегі өзім бойымнан кешкен нәрселер, бір ауырған кезінде осы қобызды ойнайтыным бар. Сол кезде бір жаңағы терлеп, кішкене жеңілдеп қалатын бар еді. Енді ол мүмкін орысша айтқанда совпадение шығар, бірақ кім біледі, киелігі де ойнап, мен сол қобыз арқылы қобыз жазған шығар деген ойда келеді арасында. Қазақстанда жалпы еліміздің ішінде қобыз қаншалықты дамыған? Осыны насихатталуы қалай? Не жетіспейді? Жоқ, барлығы да жетіседі. Әр нәрсе өзінің уақытымен деп есептеймін. Жұмыс жоқ емес, жұмыс әлде де көп. Қазіргі уақытта, Құдайға шүкір, қобызшылар саны ол өте маңызды нәрсе, өте көп. Шәкірт тәрбиелеп жатқан ұстаздар көп. Оқуын аяқтап Қазақстанның өңір-өңір әр қалаларында жұмыс жасап жатқан азамат пен азаматшалар өте көп. Енді жетіспейді дегенде, тек қана соны біздер әлде де қарқында түсіру керек, және де тек қана Қазақстан шеңберінде ғана шектеліп қалмай, шетелге де көбірек насихаттауымыз қажет деп ойлаймын. Себебі бұл аспап соны насихаттауды, танымалдыққа тұратындай-ақ керемет аспап деп есептеймін. Енді насихаттап жүрген адамдар өте көп өнер жолында. Мысалы үшін өздеріңіз білесіз, Димаш Құдайбергеннің қасындағы Олжас бауырымыз, Тұран тобы бар, Хассақ топтары бар, өте көп азаматтар бар осы қобызды жақсы насихаттап жүрген. Әлде де тағы да жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Әртүрлі әдістермен, әртүрлі жолдармен насихаттап көруді де ұмытпау керек деп есептеймін. Тек қана бір ғана жолмен емес, заманауи түрде де күйлердің өзін насихаттағанда да бір басқаша жолдармен әдістерін қолдану қажет шығар деп өзім есептеймін. Жалпы жастардың ынтасы қалай, қызығушылығы өте үлкен ба бізде? Әсіресе осы біздің мемлекетте, себебі түркі тілдес мемлекеттерде қалдыңыз. Соның ішінде біз кәдімгідей бірінші орында десе болады ғой. Соған қарағанда біздің жастардың қызығушылығы. Енді мойындау керек, көп түркі тілдес елдерге қарағанда жалпы қобызға ғана емес, жалпы қазақ өнеріне қызығушылық ондай қатты жоғары деңгейде деп айта алмаймын. Жақсы, жаман емес, бірақ әлде де неге? Оның себебі, мысалы үшін енді біздер жастар көп батысқа көп еліктейміз, жаңағы
интернет желісінде көп уақыт өткізеді жастар. TikTok, Instagram. Ол жерде адамның 1-2 секундтың ішінде көңілін аулап үлгермей қалсаңыз, ол қызықтырмай қаласыз. Себебі бүкіл дүниежүзімен бәсекеге түсу оңай нәрсе емес. Қаншама дүниеде, қаншама миллиондаған адамдар сол интернет желіде бүкіл жастардың назары үшін күрес жүргізіп жатыр, былай қарасаңыз. Солармен бірге бәсекеге түсіп, олардың назарын сол біздің аспаптарға аудару оңай шаруа емес. Солардың тілінде сөйлету осы аспаптарды мен өзім жалпы алдыма қойған, өнер жолында қойған мақсатым осы. Өзім интернет желісін былай белсенді жүргізуге тырысам, Instagram парақшам болсын. Ол себебі сол осы біздің аспаптарды жастардың арасында насихаттап, кішкене назары көбірек ауса екен деген ниет менікі. Себебі өзіміздің тыңдап жүрген сол баяғы былай өнерге деген қызығушылық, онсызда да бар адамдардың қызығушылығын одан арттыру, енді ол жаман емес, ол да жақсы, бірақ мүлдем тыңдамай жүрген жастар көп қой. Мүлдем қазақтың күйлерін, қазақтың домбырасымен қобызына көңілі аса көп аумайтын жастарға солардың қызығып тыңдайтын музыкаларын осы аспап арқылы ойнаса, сонда сол кезде назары көбірек біздің аспаптарға ауып, осындай аспап бар екен ғой, осындай жаңағы саундтректі ойнауға болады екен ғой, жоқ болмаса табиғаттың қасқырдың ұлығаны мен машинаның гүрілдеген дауысын салуға болады екен ғой деген ой болса, кішкене назар ауып, мүмкін қобызды көбірек танитын шығар деген үміт бар. Егер қобыз оянса, түркі әлемі оянады деген сияқты ұлттық идея секілді. Әрине. Енді оны тек қана бір адам, екі адамның қолынан жалпылай үлкен проблеманы шешу мүмкін емес. Мемлекеттік деңгейде жалпы өнерге деген өнердің статусы, қазақ өнерінің статусы, мәртебесі көтерілетін болса, көзқарас басқа болса, оған деген қаржыландыру болсын, басқа мәселелерде басқаша болса, көп біз байқап жүрген басқа елдерде. Мысалы үшін Жапон халқында менің естуім бойынша, білуім бойынша, оқу орындарында егерде батыс аспабын таңдайтын болса, ол көптеген ақшаны өзі төлейді, өз қалтасынан. Ал керісінше өзінің ұлттық аспабын таңдайтын болса, үкімет оған ақша төлейтін болады, стипендия ретінде. Сол мысалы үшін енді ұлттық өнерге деген құрмет демей, мәртебесін көтеру демей, бізге де сондай бір подход дейді ғой, сондай бір ұлттық мәдениетін мемлекет өзі қорғайды. Қорғайды. Сол жағынан кішкене әлде де ұлттық өнерімізді қорғау сәл жетіспейтін сияқты. Жалпы әлеуметтік желілерде сіз өте қобызды насихаттап, саундтректеп қалдыңыз. Фильм, сериалдардың саундтректерін ойнап жүрсіз. Осының ішінде тыңдармандарыңыздың ерекше ықыласына бөлінген бір туындыны қазір орындап бере аласыз ба? Жалпы соны бір ауыз айтып өтсем, мен негізі алдыма қойған мақсат сол шетелдің танымал саундтректерін насихаттау емес, керісінше сол саундтректер арқылы, онсызда да танымал болып жүрген кино саундтректер арқылы өзіміздің аспабымызды насихаттау, танымаллық рейтингін өсіру. Енді соны бір танымал музыкалардың бірін орындап берейін. Қазіргі уақытта екінші қайталап кинотеатрларын көрсетіп жүрген, сонау қателеспесем 97-98 жылдар шыққан «Титаник» фильмінің саундтрегін қысқаша үзіндісін орындап берейін.
Керемет. Енді ары қаратай жоспарларыңыз қандай? Осы жоспарыңызбен бөліссеңіз. Иә. Енді өзім тек қана қобызшы емес, дирижер мамандығын қатар алып жүрем. Осы бағытта мен жасап жүрген, осында жақында ғана бастаған үлкен бір жобам бар. Фольк-шоу оркестрін ұйымдастырған болатынмын. Ол да осы бір ұстанымда, сол заманауи шоу форматында концерттер ұйымдастырамыз, концерттер береміз. Оның ішінде бағдарламамызда жаңағы тек қана саундтректер емес, заманауи шоу форматтағы әдемі әуендер емес, міндетті түрде ішінде қазақтың әндері мен күйлері бар. Күймен бастап, күймен аяқтаймыз, ол біздің ұстанған ұстанымыз, және де жас Қазақстан композиторларының шығармаларын орындаймыз. Ол да керек нәрсе деп ойлаймын, себебі біздердің жас композиторлардың арасында да сол Моцарт, Бетховен, жоқ болмаса Құрманғазы, Тәттімбеттер бар шығар. Оны мүмкін халық көбірек таныса, олардың да енді жолдары ашылып, бақтары ашылатын шығар деген үмітпен жас талантты композиторлардың шығармаларын да орындауға тырысамыз. Міндетті түрде оның барлығын, бірақ жаңағындай әртүрлі шоу элементтермен, оркестрге тән емес нәрселер. Оркестр, енді былай қарасаңыз, ұлт аспаптардан құралған оркестр тек қана өз аспаптарында орындау керек қой. Біздерде оркестр билейді де, әнді де айтады. Қажет болса, енді әртүрлі неше түрлі техниканың мүмкіндіктерін пайдаланып, неше түрлі көз қызығатындай шоу элементтерін пайдаланып, жастардың көңілін сол баяғы біздің айтып отырған қазақтың аспаптарына қарай көңіл ауып, назарын аударамыз. Құдайға шүкір, біздің сол фольк-шоу оркестрінің құрылғанына сәл ғана уақыт өтті. 2 концертімізді бердік. Бірінші концертіміз 2 наурыз күні Қарағанды қаласында өтті, және де 5 наурыз күні Астана қаласында Намат Сити Холл концерт залында өтті. Өте жақсы, сәтті, аншлагпен, лық толы залмен өтті. Халықтың тағы да көптеген сұрау бойынша біздер Астана қаласында тағы да қайталап қоямыз ба деген ойымыз бар. Және де тек қана Астана қаласы емес, барлық Қазақстанның өңірлерінде, қалаларында гастрольдік сапармен концерттер береміз деген ойымыз бар. Керемет. Бұл енді киелі аспапты жасату оңай емес шығар, бірақ осына тапсырыспен жасатасыздар ма, бұның құны қанша? Енді бұл аспаптың құнынан гөрі құндылығы әлдеқайда қымбатырақ. Бұлай енді Қазақстанда жасайды? Қазақстанда жасайды. Мен ойлаймын, егер де бұл аспаптың жалпы ойнау, дыбыс шығару әдісі домбыра қарағанда сәл қиындау. Себебі өзіңіз байқасаңыздар, пернелері жоқ, және де қосымша ысқышпен ойнау керек. Сондай сияқты, мысалы үшін жас балаларға әсіресе кішкене қиындық тудырады. Ол үшін перне болмағаннан кейін оның бәрін слухқа ойнау керек, есту керек, табу керек деген сияқты. Сондай қиындығы адамға, енді үйреніп жүрген балаға кішкене қиын болып көргеннен кейін ары қарай тастап кетуі көп жағдайда сол үшін тастап кетеді. Домбыраны ары қарай көбісі неге ойнайды? Неге домбыра аспабы сондай, енді қазақтың арасында сондай неге популяр дейміз ғой? Себебі оның ойнау тәсілі кішкене оңайырақ, және де домбыраның бағасы да жаңағы көлемі де әртүрлі. Сол себепті қобыздың ондай көп мөлшерде жасалмайтыны, ондай көп үйлерде көп тұра бермейтіні де сол шығар деп ойлаймын, оның ойнау тәсілінің қиындығында сәл-сәл. Бірақ егер қызыққан адамға, қызығушылық танытқан адамға мүмкін емес демеймін, бәрі де мүмкін. Тіпті слухы да ондай жақсы болмаса да үйреніп алуға болады. Есту қабілеті болса болды, ары қарай бәрін дамытуға болады. Бұл аспаптарды істейтін көптеген жақсы шеберлер бар. Мысалы үшін Қанат Қазақбаев деген ағамыз бар, Төлеген деген ағамыз бар Алматыда. Енді шеберханалар бар, әртүрлі жасайтын адамдар көп. Тек тапсырыс берсе болды, адам қол жетімді. Енді шамамен менің ойымша бір 100 бен 200 мың және одан жоғары қарай ақша алуға болады. Кәсіби деңгейдегі қобыздарды айтамын. Бұлай енді сувенир қылып үйге іліп қойғанға емес, кәдімгідей ойнап үйренгенге шамамен осы мөлшерде тұрады қобыздар қазіргі уақытта. Қобыз күйлерін нотаға түсіргенде қандай қиындықтар бар?
Енді жалпы қазақтың өнерінде музыкасында ауызекі әдебиет қолданып былай нота болмаған ғой, оның бәрімізге белгілі. Кезіндегі жаңағы Құрманғазы, Диналар ешқашан нота көрмеген, нота үйренбеген. Кейіннен біздер мынау батыстан келген мәдениет, батыстан келген нотаға түсіру барлығы ол біздің мәдениетімізге енді, және де ол өте жақсы, өте дұрыс нәрсе. Қазіргі уақытта Құдайға шүкір, көптеген біздің ғалым ағаларымыздың арқасында көптеген мұрамыз сақталып қалды, күйлеріміз сақталып қалды, таспада жазылып қалды. Енді қаншалықты қиын дегенде оқыған адамға, білген адамға ешқандай қиындығы жоқ. Ең басты қиындығы біздердің сол сақтап қалу еді, және көптеген нәрсе Құдайға шүкір сақталып, және әлде де бірақ зерттелмеген мәселелер өте көп. Оны ғылыммен айналысып жүрген өнердегі Мақсат Медеубек сияқты Қобыздағы өте қобызшылардың ішінен ең алғашқы доктор PhD қорғаған өзімнің әріптес ағам. Сол сияқты азаматтар айналысып жүрген адамдар баршылық. Солардың арқасында әлде де қобыздың білмей бізге әлі белгісіз жерлері әлде де ашыла жатар деп есептеймін, ойлаймын солай. Көрермендердің жылы ықыласына бөленген бір күйін орындап берсеңіз. Жақсы. Мынау қазіргі заманауи композиторлардың ішіндегі ең бір шоқтығы биік ағаларымыздың бірі ол Қуат Шілдебаев ағамыз. Мынау атақты Отан ана әнінің авторы, марқұм Батырхан Шүкеновтың орындауындағы. Сол кісінің Қара кемер деген керемет күйі бар, қылқобызға арналған. Соны орындап берейін.
керемет өте расында да қасында отырып тыңдағанда бір кәдімгідей ерекше болады екенсің. Мынау арфа дейміз, скрипка дейміз, бірақ енді қобыз деген скрипканың атасы ғой енді. Иә, енді өкінішке орай біздің эфиріміз аяқтауға келіп қалды. Сондықтан студиямызға келіп қонақ болғаныңыз үшін көп рахмет. Әсіресе осындай, осы қобызды дамытып, осы қазіргі заманның сай қылып, жастарға насихат қылып жүргеніңіз үшін шығармашылығыңызға сәттілік тілейміз. Енді әрдайым қазақтың аспабы түркітілдес халықтардың үлкен аспаптың атасы десе болады. Әрі қаратай дамай берсін, жанай беріңіздер, болай беріңіздер, сәттілік сізге. Ал біз эфирімізді аяқтаймыз. Қош саламат болыңыздар.